Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда өте қызықты аңыз әңгімелер туралы баяндайтын боламын. Бұлай болса, қазақ халқының аңыз әңгімелеріне тоқталайық. Қазақ халқының аңыз әңгімелері 4 түрге бөлінеді. Жер суаттарына байланысты аңыз әңгімелер, махаббат хикаялары, батырлар туралы аңыздар және тарихи аңыздар. Сіздер білесіздер ме? Орабай, Екібастұз, Шайтанкөл бұл атаулар қалай пайда болды? Осы жайлы тағы да басқа қызықты аңыздар туралы білгіңіз келсе, менің каналыма өтіп тіркеліп кетіңіз.